Алла мазлұм болған мұсылманның несін дұғасын қайтармайтынын білесің ғой. Қолымды жайып құбылаға қарап тұрып, Аллахтан қазір как раз жолаушымын. Алла сенің жаныңды күйдіріп, жаныңды шыжғырып барып тәубаға келіп, шырылдап аяғыма келіп жығылуын нәсіп ете көрсін деп. Сол кезде сондай дұға қыламын иншалла. Алла жаныңа паралич жіберсін иншалла жаным. Алла субхана жаныңды қыссын. Жаныңды күйдірсін сенің лә илаха иллаллах үшін. Ертең қияметте иншалла жағыңнан аламын, серік иншалла. Жағыңнан аламын. Аллах әділ ғой. Аллах жаныңды күйдірсін. Аллах жаныңды күйзелсін. Аллах субхана тағалам екі дүниеде өз онсыз да оңып жүрген шамады шарылдатсын иншалла. Әр тахаджудымда, әр намазымда сенің жаның күйгенін сұраймын иншалла. Сондай спискті тізімде біраз адам береді. Соның қатарына жақсылап тұрып өзімді қосам. Жаза бер.